Аттан алыңыз. Мұндай дәмді құртты бұрын соңды жеп көрмеген шығарсыз. Бұны менің енем жасайды үйде. Жоқ, рахмет, мен құрт жесем асқазаным қыжылдайды. Қызық екен. Ал біз қыздарымызбен бірге үйде осылай бірге отырып құртпен шай ішкенді жақсы көреміз. Табиғи өнім, таза кальций. Әйелім де бұрын солай айтатын. Ал қазір ол қайда, үйленіңіз? Ол бізді тастап кеткен. 5 жыл болды. Сонда қалай? Қалаға кетіп қалды. Сол айтатын әңгімесі, сен маған көңіл бөлмейсің. Внимание жетіспейді. Ал мен күндіз-түні жұмыста жүрем. Ауылдан ішіп пысқан шығар. Қалаға тайып тұрды. Бір түйір хат жазып кетіп әйтеуір. Сонда екен, балаларды да тастап кетті ма сонда? Басында ашуы басылғасын қайта шығар деп ойлағам. Жоқ. Қыздарым ұмытты. Қыздарына да бәрі болып кетті. Қыздар түгіл, мен түгіл, балалар түгіл. Тіпті шешесіне де хабарласпайды. Қаладан біреу тауып кетіп естіген. Екі қызды енді жалғыз тәрбиелеу қиын шығар сізге, иә? Жоқ, жалғыз емеспін ғой. Енем менімен бірге тұрады ғой. Иә, енем қолымда тұрады. Мен негізі жетім өскен адам. Ешкімім жоқ. Сондықтан енем менің қолымда. Енем қатал адам. Бірақ әділ. Қыздарым да мінез оңып тұрған жоқ. Мені кәдімгідей жерден алып, жерге салып, қуырады осы. Майға шыжғырып. Үлкенім 16-да. Есімі Әсемгүл. Кішкентайым Ботагөз. Ол 12-де. Переходной возраст дейме. Өтпелі кезең дейміз ғой. Білмеймін, әйтеуір. Жарайды, мен сізге неге айтып отырып, бәрі түсінбейсіз ғой. Иә, мен түсінбеймін. Мен бала шағам жоқ. Мен де негізі жалғызбын. Тұрмыс құрмаған сол? Уақытым болмады, сол мансап қуып жүріп қалдым. Ал енді қазір кеш сияқты. Кеш деп айтуға болмайды. Кім біледі, бәрі бір Құдайдың қолындағы. Айтпақшы, сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Астанадан мұнда не үшін ауыстырып жіберді? Бір проблема, бір қиындықтар? Кешіріңіз, бұл жеке мәселе. Шай үшін рахмет әрине, мен жұмыс істеуім керек. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Ренжімеңіз, мазаңызды алсам.